Ассалаумағалейкум. Toyota Camry 45-тік. Осы көлікте бізде катализатордың ошибкасы жанған болатын. Қазіргі сәт біз прошивка жасап жатырмыз. Евро 2 және тюнинг қылып. Американецтарда, японецтарда бір қиындығы мына 180-нен аспайды ограничение. Соның ограничениесін алып тастаймыз. Және де машинаны жүрісінде жақсартатын боламыз. Қазір біз прошивкамызды жасап болдық, күте тұрайық. Осы көлікті қыздырып, айдап көретін боламыз. Иесінен сұхбатсырап көреміз. Қандай өзгеріс болған. Ендеше прошивкамыз бітті. Қазір айдап көреміз. Жаңа Camry'мізді прошивка жасаған болатынбыз. Прошивкадан кейін айдап көріп жатыр. Тест-драйв иесінің өзі кішкене жүрісі өзгерді дейді. Жалпы өзгеріс бар осы? Иә, өзгеріс бар. Автомат тибуі бәрі қойды ғой. Қойды. Жеңіл жүреді машина. Педалін ұшын басып тұрсаң кетіп барады дейсің ғой, иә? Ошибкіде бізде ешқандай пока ошибка жанған жоқ. Катализатордың бәрі таза. Camry'дің негізі ауруы жаңағындай 40 пен 50, сосын антизанос қой, да? Антизанос пен чек жанатын болып тұр. Оны қараған кезде ошибкіде бізде катализатордың ошибка жанған екен. Және де газ қойғаннан кейін чек жанып кетті дейді. Ол бедный және богатый смесінің чек ошибкілер жанған болатын. Онда өшіріп бердік, адаптация жасап, осыдан кейін бұйырса көлік жақсы жүретін болды. Және де көлік простой болып қалды обслуживание. Енді бұрынғыдай олар байқасаңыз, американдық Camry, оларды американецтер, европейц немесе арабтар сияқты чек жана береді бұларда. Арабтарда ондай жанбайды. Сондықтан дәл осындай арабтар ұқсап әдемілеп істеп берген болатынбыз. Енді көпке шейін ошибка мазалай бермейді таңертеңнен әсіресе. Осылай міне Camry'мізді прошивка жасаған болатынбыз. Баршаңызға да